Дәмі ерекше жұмсақ балалар сүйіп жейтін персик пирожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантымызды салып, миксерлейміз. Осылай кішкене көпіреді. Үстінен бөлме температурасына тұрған қаймағымызды саламыз. Және де бөлме температурасына тұрған жұмсақ сары майымызды салып, кішкене миксерлеп жібереміз. Барлық өнімдеріміз бөлме температурасында болғаны жақсы. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырамыз. Үстінен 3 граммдық осындай ванилин салып, барлығын араластырамыз. Енді ұнымызды массамызға саламыз. 2-3-ке бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болып қалды. Жұмсақтығы осылай болу керек. Енді мұздатқышқа 40-45 минут көлемінде қойып қоямыз. Міндетті түрде қамырымыз 40-45 минуттай тоңазытқышта тұру керек. Егер де бірден жасайтын болсаңыздар, қолдарыңызға қамыр жабысып қалады. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді таразының көмегімен 30 граммнан бөлшектеп аламыз. Егер де таразыларыңыз болмаса, көздің мөлшерімен 1 келкі етіп бөлшектерге бөліп шығамыз. Менде барлығы асты-үстімен 13 пирожный шықты. Егер таразының көмегімен бөліп алатын болсаңыздар, 12-13 штук пирожный шығады. Пергаментті бумага төселген табамызға осылай қамырларымызды домалақ пішінге келтіріп, араларын ашық-ашық етіп орналастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 7-8 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирожныйларымыз дайын болды. Жұмсақ болып піседі. Енді барлық пирожныйларымыздың астыңғы бөліктерін кішкентай қасықтың көмегімен осылай ойып аламыз. Ойып алған пирожныйларымыздың астыңғы бөліктерін барлығын блендермен немесе қолдың көмегімен осылай ұсақтап аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды және де бөлме температурасында тұрған варенье сгущенкамызды салып, барлығын 1 келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Пирожныйлардың барлығының ішіне начинкамызды салып шығамыз. Шет-шеттеріне де кішкене жағыңыздар, себебі 2 пирожныйды біріктіру үшін ыңғайлы болады. Осылай барлығына 1 келкі етіп толтырып шығамыз. Енді пирожныйларымызды біріктіреміз. Ыдысымызға су құйып, біреуіне сары крастель, біреуіне қызыл крастельді құйып, жақсылап араластырамыз. Енді пирожныйларымыздың бір жанын сары, бір жанын қызыл крастельге салып, бояп аламыз. Енді қантқа аунатамыз. Бізде пирожныйларымыз дайын болып қалды. Неге барлығын осылай дайындап шығамыз. Үйдегі бар заттардан оңай әрі жылдам дайындалады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер, қуанып жейтін болады.
Каналымда көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп жүрмін. Егер де рецепт ұнаған болса, лайк басып, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңыз.